Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен 100 мыңға бомызы алып, Алипейге салатын боламын. Ол үшін мен заявка дайындайтын боламын. Бомызыға 2, Алипейге 2. Ол үшін біз пополнитті басамыз. Через Exchange Money. Все валюты. Вывод на карту таңдайсыздар. 100 мыңға заявка дайындайтын боламыз. Қазақстан теңгесін таңдайсыздар. Сіздер басқа жерде тұратын болсаңыздар, басқа валютаны таңдасаңыздар болады. Купить на своих условиях дейсіздер. Мен одноразовая сделканы істеймін. Плавающий курс таңдайсыздар. Минус 12. Қайсы курс минус 12 болып тұр. Сол үшін соны таңдаймын. 100 мың. Өзіңіздің банкыңызды таңдайсыздар. Менде Каспий банк. Сіздерде народный болса, народный таңдаңыздар. Публикация жасаймыз. Көреміз енді. Астында шығып тұрады. Жазасыздар 100 мың деп. Жүз мың біріншісіне шығып тұр менікі. Енді менікін басқа адамдар сатып алады. Сатып алғаннан кейін маған вымызы түседі. Түскеннен кейін өзіміздің заявкамыз бойынша вымызы сатып алғаннан кейін Алипейге заявка дайындайтын боламыз. Ол үшін біз пополнитті басамыз. Exchange Money. Все варианты таңдайсыздар. Екіншісін таңдайтын боламыз, себебі Алипей екіншісінде тұрады. Ол электронный деньги болып саналады. Сол үшін екіншісінде тұрады. Енді біз Алипейді таңдаймыз. Кейін вымызын таңдаймыз, себебі қазір біз вымызымен жұмыс істеп жатырмыз. Сол үшін таңдаймыз. Шыққаннан кейін продать на своих условиях дейміз. Себебі біз вымызыны юанға сатамыз. Бізге 258 түскен болатын. Осындай SMS келеді. Үстінен басасыздар. Қаз көбісіне келмей жатыр. Оны осы еще деген жеріне кіріп, push SMS деген бар. Соны үшін басып, сол жерге келеді. Сонымен кірсеңіздер болады. Менікі келеді.
автоматически кіресіздер. Сізде қанша бар? Менде 258 бар. Енді оның бәріне ала алмайым. Себебі комиссиясы бар. 256 аламын. Өздері юан шығарып береді. Қанша жазсаңыздар соған. Енді өздеріңіздің Alipay аккаунттарыңыз жазасыздар, қате жазбаңыздар. Отставьте любой деп жаза берем. Енді подать заявку дейсіздер. Заявка тастайсыздар. Ең астында өзіңіздің заявкаңызды істеймін деп айтасыздар. Қазір көп адам бұны істеуді білмейді. Дайындарын ғана сатып алады. Сол үшін мен көрсетіп жатырмын. Менің видеома қарап, өздеріңіз істесеңіздер болады. Міне, уже дайын болды дейді. Енді контрагент келуін күтіңіз деп жатыр. Мен көремін соны. Не шығып тұр менікі? Екі жүз елу алтыға. Біріншісіне шығып тұр міне. Менікі 99 рейтингім. Енді түскеннен кейін бізге сообщение келеді. Оны WebMoney'дің өзінен көресіздер. Чаты деген жерге кіресіздер. Сол жерде жазылып тұрады. Міне осындай деп шығып тұрады. Кейін сіздер оны сіздерге ақша салғаннан кейін подтверждение бересіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видеолар салатын боламын. Сіздер дайындаған заявкалар керек емес болатын болса, онда өшірсеңіздер болады. Alipay'ге дайындағаныңызды да, болмаса сатып алуға дайындағаныңызды ол үшін біз пополнитті басамыз. Через Exchanger Money'ның ішіне кіреміз. Все варианты таңдайсыздар. Кіргеннен кейін төбеде өзіңіздің личный кабинетіңіз бар. Личный кабинеттің ішіне кіресіздер. Ішіне кіргенде мои заявкаға өтіп, карта деген үстін басасыздар. Не? Соның үстін басасыздар. Отменить заявку дейсіздер. Бұл Alipay'ге дайындаған заявкамыз. Успешно отменено деп шығады. Сөйтіп отмен жазсаңыздар болады.